Яғни сіз BI групптағы жұмысыңызды тастап кәсіпке қарай көштіңіз. PlayStation клубтың ең маңыздысы диагональ үлкен теледидар. Одан кейін Ашу кезіндегі ең басты қиыншылығың қандай болды? Сізге енді жалпы ашуға қанша сумма қаражат кетті? Көпшілікті қызықтыратын осы сұрақ қой. Енді Қазақстанның бағасымен есептейтін болсақ, бірінші очередь комфортты ойладық. Себебі комфортты создавать ету үшін одан бөлек 10 джойстик алдырттық, 90 мың шамасында. Қытайдағы бағасы. Қытайдағы бағасымен, иә. Bir айда қанша выручка болады? Яғни кассаңыз қанша шығады? Бізді бір қуантатын нәрсе Қытаймен әкелу бізге өте тиімді болды. Приставка Sony PlayStation Pro. Қандай расходтарыңыз бар? Бесеуіне қанша ақша кетті сонда сізге? Сапа жағынан бірдей. Қайырлы күн достар. Бүгін біздер міне бизнес разбор, яғни бизнес талқымыздың бүгінгі рубрикасы PlayStation бизнес болып табылады. Маған көптеген адамдар Instagramда PlayStation қалай ашуға болады, заттардың құны қанша деген сұрақтар болып жататын. Яғни көп адамдардың сұрауы бойынша осы PlayStation бизнесі қалай жүреді, қаншалықты ақша табуға болады, сол туралы бүгін талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің PlayStation бизнесін жолға қойған осы кәсіпте майын ішіп жүрген бауырымыз Бексұлтан. Бұл бизнеске қалай келдіңіз? Бұған дейін сіз кәсіппен айналыстыңыз ба, әлде жұмыс жасадыңыз? Тұрақты жұмыс жасадым. Бір тұрақты жұмыспен, әрине айлық дейді ғой, еңбекақы. Онымен бір отбасыны асырап, басқа да бір тағы да бір керек нәрселерді алу үшін меніңше кішкене қиындау. Тұрақты жұмысты айтатын болсам, қазіргі ең танымал дейді ғой, BI Group компаниясы. Сол компаниясымен бірлесе отырып серіктес ретінде жұмыс жасадық. Үлкен орысша айтқанда енді өзіме должностьта жасадым жұмысты. Енді кәсіпке келгеннен кейін сол жұмыстарды кішкене шетке ысырып, кәсіпті бастадық. Енді қазір түрлі нәрсе бар, әлеуметтік желі бар, көп нәрсені көруге болады, көп нәрсені үйренуге болады. Оның ішінде айта кететіні сол Қытаймен бизнес сабағын оқып, кішкене басқа да бір жолдардың барын көріп, бір жеке кәсіпті дамыту жолында үлкен бір жақсы бағдар алдық. Солай басталды жұмыс жаймен деп. Сразу басталып кетпейді жұмыс болса да. Басында қиыншылық болады, басқасы болады, солай басталды. Яғни сіз BI групптағы жұмысыңызды тастап кәсіпке қарай көштіңіз. Егер құпия болмаса BI группта сіз қанша айлық жалақы алатын едіңіз бір айда? Енді 150 мың мен 180 мың айлықтың арасында. Яғни сіз сол зарплатаңызды тастап бизнеске қарай көштіңіз. Солай болды, иә. PlayStation клуб жалпы не нәрсе ол? Бізде қазір арнамызда бұл нәрселерден хабар жоқ адамдар бар. PlayStation клуб айта кетейін, қазіргі таңда ең танымал дейді ғой, популярны әлемде. Оны біз ғана емес, сіздер ғана емес, буын өкілдері, жас буын өкілдері, орта жаста, үлкен жаста болсын, бүкіл жасқа арналған. Сіздің клиенттеріңіз қанша жас мөлшерінде? 40 жастағы үлкен кісілер де келеді. Мектеп оқып жүрген балалар да, мектепке дейінгі балалар да ойнай алады. Әрине ол заң аясында 22:00, яғни сағат 10-нан кейін 18-ге толмаған жас өспірім балалар біздің PlayStation клубқа кіре алмайды. Сізде қанша PlayStation нүктесі бар? Яғни приставка деп айтама, қалай айтады оны? PlayStation клубтың ең маңыздысы диагональ үлкен теледидар. Одан кейінгі жақсы соңғы модель дейді ғой, соңғы модельде шыққан приставка PlayStation әрине. Ол Pro Slim деп аталады қазір. Кейінгі жаңа ойынның болуы, жаңа джойстик. Сіздерде қанша нүкте бар сонда, бас аяғында? 5 приставка қазір. Ашу кезіндегі ең басты қиыншылығың қандай болды? Көлігін сату деп айтайын ба, қалай айтайын? Бастапқы мақсатта бірінші курсты оқыдық онлайн. Содан басталды. Кәсіп бастау, ойлау, жұмыстан кішкене жинаған қаржы болды. Соның басын қосып, солай аштық. Сізге енді жалпы ашуға қанша сумма қаражат кетті? Көпшілікті қызықтыратын осы сұрақ қой. Енді Қазақстанның бағасымен есептейтін болсақ, 3 миллионнан көп, одан кем емес, ол нақты. Себебі оның ішінде орнататын сенің охрана безопасность дейді, пожарный безопасность, ішінде комфорт создавать етіп істеу үшін ремонт, интерьер. Қазақстаннан заттарды алатын болсаң, сол шамаға барады. 4 миллионның төңірегінде 5 приставкаға жұмыс еткізген келсе, сол орынды, сол шамада кетеді. Енді бізді бір қуантатын нәрсе Қытаймен әкелу бізге өте тиімді болды. 5 теледидардың өзін 650 мың, 700 мың ақша кетті сол. Қандай диагональдар қандай?
бізде қазір сіздің видеоңызды көріп басқа да жасөспірімдер ашқысы келуі мүмкін. Сол жөнінде нақтырақ айтып кетсеңіз. Хейр 117 диагональ. Соны заказ бердік. Одан приставка Sony PlayStation Pro соңғы шыққаны. Бесеуіне қанша ақша кетті сонда сізге? Енді ол шамамен 500 мыңдай кетті. Сапа жағынан бірдей. Тағы да қандай расходтарыңыз бар? Бірінші очередь комфортты ойладық, себебі комфортты создавать ету үшін диван керек, ыңғайлысы. Диван алдырдыңыздар, иә? 5 диван алдырдық. Қанша диван алдырдыңыздар? 5 диван алдырдық. Бесіншісі үлкен етіп, 4 кісі бірден отыратындай. 4 кісі бірден отырып ойнай алады. Приставкаға байланысты джойстиктер алдырдық артығымен. Себебі бір приставкада бір ғана джойстик болады өзімен. Екінші джойстикті алдырдық. Қанша джойстик алдырдыңыз? Сонда бас аяғы приставкадағыдан бөлек? Одан бөлек 10 джойстик алдырдық, 90 мың шамасында. Қытайдағы бағасы 90. Қытайдағы бағасымен, иә. Диван қандай сумма шықты? Сол 5 диванның өзіне бір 200 мың шамамен кетті. Теледидардың астына қоятын подставка алдық, бесеуіне. 60 мың теңге кетті. Сонда жалпы суммасы сіз айттыңыз жаңа Қазақстанның бағасын есептеген кезде 3 миллион дедіңіз. Қанша ақша кетті сонда сізге? Ашуға 1 миллион 750 мың, 1 миллион 800 мың. Осы кәсіпті ашуды бастапқыда ойлап жүрдім, бірақ Қазақстандағы заттардың бағасын есептей келе. Енді ол деген 3 миллионнан жоғары шықты. Сол шамада ойлап жүрдім, сол ақшаны тауып, осы кәсіпті ашам деген ойда болды. Басқа да жолдарын іздедік, қарастырдық. Қытайдан заттарды тапсырыс бергеннен кейін бізге жеңіл түсті. Өте тиімді болды деп айтсам да болады. Сен осы PlayStation таңдайтын кезде, арендаға алатын кезде местаны қалай таңдадың? Қандай басты мәселелерге назар бөлдің? Сол жердің аудиториясына байланысты мектеп, жоғары оқу орны, соның жатақханасы. Мен ойлаймын, өзіме тиімді жерді таңдадым, себебі менің жанымда бір емес 2 мектеп қоршап тұр. Жанымда жатақхана бар. Сол сияқты, клиенттер солай қамтыдым. Қазіргі кезде орта есеп айтқан кезде сіздің PlayStation-ыңыз яғни нүктеңіз қанша уақыт жұмыс жасайды сағат күніне? Әр приставка күніне жоқ дегенде 5-6 сағатты жұмыс жасайды. Енді сізде бір айда қанша выручка болады? Яғни кассаңыз қанша шығады? Касса қазір жасырын емес, 800 мың, 850 мың шығады. Қандай расходтарыңыз бар? Қанша адам жұмыс жасайды сізде? Аренда 150 мың. 2 администраторға төлеймін, ол кісілерге де 150 мың кетеді. 75 мың, 2-2 график жұмыс жасайды. Сонда сіздің таза доходыңыз қанша? Таза доход қазір айына 600 мың, 550 мың. Жұмыс жасау графигін қалай қоясыздар сіздер мысалы? Түскі сағат 1-де ашыламыз. Таңғы сағат 6-ға дейін жұмыс жасайды. Қалған күндері сағат 3-ке дейін, 4-ке дейін жұмыс жасайды. Басқа қандай қосымша кіріс көздері бар? Кейбір бизнестердің ішінен тағы да под бизнес ашады ғой. Магазин деген сияқты ол. Орысша айтқанда қазір популярны кальян кешкі сағат 6-ға дейін акциямен, кешкі сағат 6-дан кейін негізгі бағасымен сатылады. Сол кальяннан да қалатын бізге пайдасы бар. Кальянның бағасы қанша және приставка 1 сағат ойнау құны қанша сіздерде? Приставканы 1 сағат ойнау 500 теңге, кальянның бағасы кешкі сағат 6-ға дейін 1500 теңге, 6-дан кейін 2000 теңге бағасы. Кальян жасауға қанша теңге расход кетеді? Шамамен алғанда 2 кальян жасауға өтірік айтпасам 400 теңге, 500 теңге кетеді. Приставканы 1 сағат ойнаудың құны қанша? Приставканың 1 сағаты құны 500 теңге. Арнайы ұйымдастырылған акция бар. 2+1, яғни 2 сағатқа төлеп, 3-ші сағаты тегін. Ол пакет деп аталады. 2 сағатқа 1000 теңге төлейді. 1 миллион 600 мың көлемінде салған ақшаңызды қанша уақытта шығарып алдыңыз? Қазір 7 ай болды жұмыс жасап жатқанымызға. Бастапқы 4 айда біз өзіміздің салған қаражатымызды шығару мақсатында біраз акция жасадық та. Қазір де акция бар, ол акция жұмыс жасадық. Бастапқы 4 айда шығардық. Қазір 3 ай орысша айтқанда доход, қазір 3 ай доходтамыз. Енді бұл жерде сіз ИП ашу керек па, или ТО ашу керек па? PlayStation бизнесіне. Ол мәселенің қиыншылығы жоқ, ИП. Адамның өз атына ИП ашылуы, ешқандай сертификат болсын, лицензия болсын, ол нәрсенің нақты қажеті жоқ. Яғни PlayStation бизнесіне лицензия керек емес, е? Жоқ, әрине, оған керек емес. Ал кальянға келетін болсақ, арнайы өзінің лицензиясы. Рұқсатнама дейді ғой, рұқсатын алғанбыз. Басқа қандай нәрселерге аса назар аудару керек? Ең басты мақсат өзінің заттарында, яғни имуществоны сақтау жағдайында бірінші охрана агентстводан бастап өрт сөндіру қауіпсіздігіне байланысты құрылғылар орнаттық. PlayStation клубтың ішінде онлайн режимде камера орнатылған.
яғни дистанционно бақылай аласың. PlayStation клубтың ішінде мен өзі көп болмағандықтан дистанционно бақылауға тура келеді. Сол себепті сондай құрылғы орнаттық. Ойын-сауық орталығыңыздың өз басқа ойын-сауық орталықтарынан артықшылығы қандай? Мысалы, мен клиент ретінде сіздің PlayStation клубыңызға не үшін баруым керек? Орналасқан жері тиімді, адамға тиімді, ыңғайлы дивандар қойдық. Яғни сіздің негізгі PlayStation клубыңыздың артықшылығы комфорт. Адамдарға ыңғайлылық бере алуыңызда. Иә, ол да бар, одан бөлек жақсы жаңа джойстиктер мен жаңа ойындар. Керемет, онда сұхбатыңызға көптен көп рахмет.